Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, бір жасағынан шығатын, оңай әрі тез жасалынатын минутка самса немесе тюльпан самса деп аталынатын осындай самса әзірлейтін боламыз. Ең бастысы, ешқандай да қамырды жайып, ортасына майды жағып, мұздатқышқа салып күтуді қажет етпейді. Ең алдымен електен өткізілген ұнымыздың үстіне мұздатқыштан, яғни морозильниктен шыққан сары майымызды осылай үккіштен өткізіп алатын боламыз. Енді ұнымызбен сары майымызды жақсылап араластырып алатын боламыз. Майда крошка, песочный тесто сияқты болғанға дейін араластырамыз. Құм сияқты осылай қамыр болып шығуы қажет. Үстінен тұзымызды, қопсытқышымызды және де біздің айранымызды қосып, жақсылап осылай лопаткамен шамалы араластырып жібереміз. Одан кейін осылай қолдың көмегімен араластыра отырып, қамырымызды илеп аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, қамыр өте жұмсақ, қолға жабыспайтын, бірақ жұмсақ қамыр болып шығады. Жұмыс істеуге өте ыңғайлы қамыр болады. Осы қамырымызды бірнеше бөлшектерге бөліп аламыз. Осылай таразының көмегімен 35 граммнан бөліп алдым. Қалауларыңызша көз мөлшерімен бөле берсеңіздер де болады. Егер үлкендеу көлемде қаласаңыз, 45 граммнан да өлшеп жасасаңыздар болады. Мен енді қонақ дастарханға жасағандықтан осылай 35 граммнан бөліп алдым. Қамырларымызды осылай домалақ пішінге келтіріп, бетін пакетпен жауып, әзірге тоңазытқышқа қойып қоямыз. Осы арада салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына картоп, тартылған ет, пияз және тұз, қара бұрышын қосып, қалауыңызша зира қосып жіберсеңіздер де болады. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің салмамыз дайын. Енді тоңазытқыштағы қамырымызды шығарып, домалақ етіп жайып аламыз. Домалақ етіп жайып алғаннан кейін бір жағын кесіп, ішіне салмасын салып, осылай дәл видеодағыдай етіп орап шығатын боламыз. Ораған кезде міндетті түрде астын мықтап бекітіңіздер. Ішіндегі салмасы шашылып, сыртына шығып кетпесін. Осылай ақырын ғана бізде тюльпан самсаның түріне ұқсатып түрін келтіреміз. Одан кейін осылай астын жақсылап бекітіп шығамыз. Құрметті көрермендерім, менің YouTube арнама өтіп, басқа да қызықты рецептерді көрсеңіздер болады. Ерекше кешкі асқа, таңғы асқа, түскі асқа жасалынатын ерекше тағам түрлерімен бөлістім. Каналым өте қызықты, міндетті түрде өтіп, кіріп көріңіздер. Салаттардың да әртүрлі бар, пирогтардың да әртүрінен жасап көрсеттім. Өзімнің әдетте жасайтын рецептілермен әрдайым осында бөлісіп отыратын боламын. Тағы бір қазақ қыздарыңызды қолдап, қазақша контенттің алға дамуына өз үлестеріңізді қосып, нравится батырмасын басып, астына қандай да бір комментарий қалдырып кетсеңіздер, осы видеоның көбірек адамға шығуына өз үлестеріңізді қосар едіңіздер, және сол арқылы біздің қазақша контенттегі YouTube арналарымыз дамитын еді. Енді осылай барлығын жасап алғаннан кейін противенімізге қойып дайындап аламыз. Одан кейін жұмыртқаның сары уызын жағып, үстіне күнжутымызды сеуіп, 180 градус қызып тұрған пеште 30-35 минут шамасында қызартып пісіріп алатын боламыз. Осымен біздің тюльпан самсаларымыз дайын, өте дәмді, керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жақындарыңызды осындай ерекше самсамен қуантыңыздар. Құрметті менің көрермендерім, менің арнамда көбісі тіркелмей көреді екен. Міндетті түрде каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар, және тағы бір қазақ қыздарыңызды қолдап, нравится батырмасын басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.